Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, сенімен бірге қазақша онлайн бизнес каналы. Сен бұл каналдан интернетте қалай ақша табуға болатынын біле аласың. Сондықтан да міндетті түрде каналға жазыл және де қоңыраушаны басуды ұмытпа. Бүгін мен саған тағы да интернет арқылы оп-оңай жолмен қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын өте бір керемет сайт көрсеткім келіп отыр. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін саған тіпті компьютердің де қажеті жоқ. Сондықтан да міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сосын, Телеграмда менің мынандай каналым бар, қазақша онлайн бизнес деген. Егер де Телеграм каналыма жазылмаған болсаң, міндетті түрде Телеграм каналыма да жазыл. Телеграм каналымның ссылкасы осы видеоның описаниясында. Сонымен интернет арқылы оп-оңай жолмен қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табу үшін саған мынандай сайт керек болады. Егер де саған бұл сайт керек болатын болса, бұл сайттың ссылкасы осы видеоның описаниясында. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Тіркелу үшін мына жерде регистрация деген кнопканың үстінен басасың. Ваш email деген жерге өзіңнің қолданып жүрген электронды почтаң жазасың. Придумайте пароль деген жерге пароль ойлап табасың. Содан кейін зарегистрироваться деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін мына сайтқа тіркелу үшін қолданған электронды почтаңа SMS келеді. Сол SMS-тің ішінде ссылка болады. Сол ссылка арқылы өтіп, мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін мына жердегі көрсетілген әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды мына сайтқа қосасың. Яғни мына әлеуметтік желілермен байланысты тапсырмалар орындау арқылы ақша табасың. Сосын бұл сайт арқылы ақша табу үшін өзіңнің қолданып жүрген аккаунттарыңды емес, басқа бір фейковый аккаунттар ашып алып, сол аккаунттар арқылы тапсырмалар орындап ақша табуыңа болады. Сосын бұл сайт арқылы ақша табудан бөлек мына жерде көрсетілген әлеуметтік желідегі аккаунттарыңа немесе пабликтеріңе подписчиктер жинауыңа болады, немесе суреттеріңе, видеоларыңа лайк жинауыңа болады. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін бұл сайтқа кіресің, ол үшін войти деген кнопканы басасың. Мына жерге электронды почтаң жазасың, мына жерге пароліңді жазасың. Яғни робот деген сөздің қапталына галочка қоясың. В общем, бұл сайтқа кірдік. Енді бұл сайт арқылы ақша таппастан бұрын ең бірінші бұл сайтқа өзіміздің әлеуметтік желідегі аккаунттарымызды қосамыз. Ол үшін мына жерде төмен қарап тұрған стрелканың үстінен басамыз. Профили деген кнопканың үстінен басамыз. Добавить профиль дегенді басамыз. Мына жерде менде профиль ВКонтакте привязан деп тұр, себебі мен ВКонтактедегі аккаунтымды мына сайтқа қостым. Привязать профиль Instagram деген кнопка жанып тұр, себебі Instagram аккаунтымды мына сайттан алып тастадым. Instagram аккаунтыңды қосу үшін привязать профиль Instagram дегенді басасың. Мына жерде мынандай инструкция шықты. Мына жердегі көрсетілген инструкция бойынша Instagramдағы аккаунтыңды мына сайтқа қосасың. Ешқандай қиындығы жоқ. Бірінші, укажите ссылку на профиль или название профиля дейді. Яғни мына жерге Instagram аккаунтыңның ссылкасын қоясың. Екінші, в редактировании профиля в поле о себе укажите фразу дейді. Яғни мына сөзді Instagram аккаунтымыздың о себе деген жеріне қоямыз, сохранить етеміз. Содан кейін ғана авторизоваться деген кнопканың үстінен басамыз. Сол кезде мына сайтқа біздің Instagram аккаунтымыз қосылады. Instagram аккаунтымызды мына сайтқа қосып болғаннан кейін Instagram аккаунтымыздың о себе деген жерінен мына сөзді алып тастай беруімізге болады. Сосын мына жерде жазылған жазу, маған арналған жазу, сенде басқаша жазу болады. В общем, түсінгеніңдей бұл сайтқа әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды осылай қосасың, ешқандай қиындығы жоқ. Бұл сайтқа әлеуметтік желідегі аккаунттарыңды қосып болғаннан кейін ақша табу үшін мына жерде задание деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерде әлеуметтік желіні таңдап аласың. Мысалы үшін ВКонтактемен байланысты тапсырма орындағың келе ме, ВКонтакте деген таңдап аласың. Мына жерде көріп отырғаныңдай маған тек қана ВКонтактемен байланысты бір ғана тапсырма шығып тұр. Қазір мына тапсырманы орындап көрсетем. Тапсырманы орындау үшін выполнить деген кнопканың үстінен басам.
Мына адамға дружба жіберем, добавить в друзья дегенді басам. Дружба жібердім, жауып тастаймын. Проверить деген кнопканы басамыз. Менің балансымда 98 рубль 3 копейка дәл қазір. Қазір обновление жасайым, себебі мына жерде бір тапсырма орындадым. Көріп отырғандай балансымда уже 98 рубль 23 копейка болды. Көріп отырғандай менде ВКонтактемен байланысты тапсырмалар таусылып қалды. ВКонтактеден басқа әлеуметтік желідегі тапсырмаларды орындау үшін мына жерде стрелканың үстінен басасың. Мысал үшін Инстаграммен байланысты тапсырмалар орындаған келетін болса, Инстаграм дегеннің үстінен басасың. Менде Инстаграм аккаунтым қосылған жоқ бұл сайтқа. Сондықтан да мынандай ескерту шығып тұр. Привязать профиль Инстаграм деген. В общем, көріп отырғандай бұл сайт арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болады. В общем, бұл сайт арқылы ақша табу жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығарып алу үшін мына жерде тапқан ақшаңның үстінен басасың. Вывести деген кнопканың үстінен басасың. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды минимальный 50 рубль болған кезде шығарып алуға болады. Мен бұл сайт арқылы тапқан ақшамды уже 2 рет шығарып алдым. Біріншісінде 72 рубль шығардым 2019 жылы. Екіншісінде 55 рубль шығардым 2020 жылы. Тапқан ақшамның барлығын Kiwi кошелегіме шығарып алдым. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерге тапқан суммаңды жазасың. Егерде 50 рубльден көп ақша тапқан болсаң, мына жерге суммаңды жазасың. Вывести деген кнопканы басасың. Көріп отырғандай бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды Payer кошелегіңе шығарып алуға болады. Kiwi кошелегіңе шығарып алуға болады, Яндекс кошелегіңе шығарып алуға болады. Мен бұл сайт арқылы тапқан ақшамды Payer кошелегіме шығарып алатын болам. Ол үшін Payer дегеннің үстінен басам. Мына жерге Payer кошелегімнің номерін жазам. Payer кошелегімнің номерін копировать етіп алдым. Мына жерге Payer кошелегімнің номерін қоям. Подтвердить дегенді басам. В общем, көріп отырғаныңдай менің ақшам 30 январь күні Payer кошелегіме түсетін болады. Сосын бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды Kiwi кошелегіңе шығара алмайтын болсаң, Payerден кошелек ашып алғаның дұрыс. Егерде Payerде кошелегің болмаса, Payer кошелектің ссылкасын осы видеоның описаниясына тастап кететін болам. Payerден кошелек ашып алуға болады. В общем, бұл сайт арқылы қалай ақша табатыныңды, тапқан ақшаңды қалай шығаратыныңды түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы тағы да көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайтқа рефералдар шақыруға болады. Рефералдар шақыру үшін рефералы деген кнопканың үстінен басасың мына жерде. Реферальный ссылкаңды копировать етіп аласың, реферальный ссылкаңды рекламировать етесің. Мына жерде реферальное вознаграждение составляет дейді. В общем, бұл сайтқа шақырған рефералдарың активный болатын болса, тапсырмалар орындап ақша табатын болса, 20% ақша төлейді. Мына жерде көріп отырғаныңдай. Сосын 10% ақша төлейді, егерде сенің шақырған рефералдарың мына сайт арқылы өздерінің әлеуметтік желідегі аккаунттарына накрутка жасайтын болса. Яғни мына сайт арқылы ақша жұмсайтын болса, 10% ақша төлейді. Енді бұл сайтқа рефералдарды қалай шақыруға болады? Мысал үшін мен сияқты мына сайтқа обзор жасап, видео жазуға болады. Яғни мына сайт туралы видео түсіріп, видеоңды YouTube каналыңа салып, видеоңның описаниясына реферальный ссылкаңды тастауға болады. В общем, түсінгеніңде реферальный ссылкаңды YouTube арқылы рекламировать етуіңе болады. Бірақ YouTube арқылы рефералдар шақыру үшін YouTube каналыңмен айналысуың керек болады. Яғни YouTube каналыңа жиірек видео салып отыруың керек болады. В общем, бұл сайт туралы түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.